Достар, теңіздің ортасында яхтада және бір пайдалы видео түсіруге әрекет қыламыз. Мына шауқымға әтібар қылмайсыз. Микрофон жақын осылаймын, видео жақсы шығады деп ойлаймын. Одан алдыңғы видеомызда әйелдерге жақсы мөнәсәбетте болу, оларды тәмелеу туралы айтқан едік. Енді осы видеомызда өмірде баланс сақлау туралы айтамыз. Бәзі әйелдер өзін, күйеуін басқалармен салыстырып налый береді. Адамда қашан налу яки шүкіршілік болады. Мал дүнияда өзіңнен төменге, ілімде өзіңнен жоғары қара деген гәп бар. Біз не қыламыз? Соның керісін қыламыз. Мал дүнияда өзімізден жоғары қарап, менде анау жоқ, мынау жоқ деп налый береміз. Ілімде өзімізден төменге қарап, мен одан көбірек зат білемін ғой деп ойлап айтып жүреміз. Налу, нашкүрлік, кібірдің бәрі осы жерде болады. Мал дүнияда өзімізден төменге қарасақ, оларда жоқ затлардың көбісі бізде бар екенін аңлаймыз. Ілімде өзімізден жоғары қарасақ, біз елі еш зат білмейтінімізді түсінеміз. Әйеліңізде нашкүрлік болмау үшін өзіңіз жағдай төмендеу адамдардың халынан хабар алуға барғаныңызда бала шағаңызды өзіңізбен бірге қосып алып барың. Сонда онда шүкіршілік пайда болады. Егер бізде қандай дұрыс затты білемін деп ойлап басылсақ, үлкен ұламаларға қарасақ, ешкім емес екенімізді түсініп қаламыз. Өмірдегі балансты осындай қылып сақтаймыз. Каналымызға ағза болып қойсаңыз, және де кейінгі видеоларды көріп барасыз.